Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің тақырып ОКР обсессивті компульсивті бұзылыс. Орысша айтқан кезде обсессивно компульсивное расстройство қандай көрініс табады? Мен бұл жөнінде Instagram парақшамда да пост жазған болатынмын, және оны видео түрінде сіздерге жеткізгім келіп отыр. Обсессивті компульсивті бұзылыс менталды бұзылыстарының күрделі түрі деп айтсақ та болады. Ол адамның толыққанды өмір сүруіне, адамның толыққанды өмірден ләззат алуына кедергісін келтіретін бұзылыс. Обсессивті компульсивті бұзылысты бөліп алып қарайтын болсақ, обсессия деген адамның ойына еріксіз, ешқандай бақылаусыз, бір қайталаумен де үздіксіз келе беретін ойлар, және ол ойлар адамға кедергі келтіреді, және ол ойларды қандай да бір ізділікке салу үшін, қандай да бір тәртіпке салу үшін, сол ойлардан арылу үшін адам компульсивті іс-әрекеттер жасайды. Яғни бір әрекет арқылы, іс-қимыл, қозғалыс арқылы бірнеше рет қайталау, үздіксіз қайталау арқылы сол ойларды тізгінде ұстау мақсатында компульсивті іс-әрекеттер жасайды. Өздігіне, ол адамның өзіне ол дұрыс сияқты көрінеді, бірақ сырт көзге ол сұрақ тудырады, және уақытын өте келе ол адамға ыңғайсыздық тудырып отырады. Сондықтан обсессивті компульсивті бұзылыс балалық шақтан, көп жағдайда балалық шақтан бастау алып жатады, және көп жағдайда 10 жас, 30 жас арасында пайда болады. Ал бірінші рет оған назар аударып, оны проблема ретінде тануы араға өкінішке орай көп жылдар салып, ол менталды бұзылыс әбден бойына сіңіп, миға орналасып алғаннан кейін 25-26 жаста оны проблема ретінде қарап, психолог, психотерапевтің көмегіне жүгініп жатады. Егер сіз балдарыңыздың бойында осындай әрекеттерді, обсессивті компульсивті бұзылысының бір ұшқындарын байқайтын болсаңыз, психологтың көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс. Көп кинолар бар, енді қазір есіме түспей отыр. Пилот киносында Леонардо Ди Каприода кейіпкері обсессивті компульсивті бұзылыспен ауырғанын көруге болады. Көп жағдайда жаңағы симметрия міндетті түрде үстелдің оң жағында 5 сантиметр жаңағы шетінен алған кезде 5 сантиметр болу керек. Сол сувенир, например, ручка сол жерде тұру керек дейтіндей, осындай мазасыз ойлар адамды мазалап жатады. Бұл ОКР-ды көбінде когнитивті бихевиоралды терапиямен емделеді. Өйткені оның мазасыздықтың салдарынан пайда болып жатады. Яғни баладағы мазасыз ойлар қандайда бір мазасыз іс-әрекеттерге алып келетін болғандықтан, ол ойлармен жұмыс жасау КПТ арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан бұл жерде де біздің әрбір адам менталды дені сау болуға лайықты. Сондықтан айналамыздағы адамдарға қамқор болып, оларға қамқорлық көрсетіп, қандайда бір менталды денсаулыққа байланысты сұрақтар болатын болса, психологтың көмегіне жүгініп отырғаны дұрыс. Сау болыңыздар.